Сәлем достар, сіздер Диана Ток арнасындасыздар, қош келдіңіздер. Мен бүгін видеомда басқаша қылып түсірудемін. Менің даусым шамалы шықпай жатса, айбетпеңіздер, шамалы ауырып қалдым. Өздерің көріп отқандай және астына жазудан көргендей, мен бүгін ТКБК-ді исалатын боламын. Ойлайсыздар, кейбіреуінде взлом бар, кейбіреуінде взлом жоқ. Взлом жоқтарға айтарым, осы 100 подписчик жинап берсеңіздер, қалай тегін жинауға болатын сіздерге тегін взлом ашуға болатын көрсететін боламын, және оны ешқандай ақша түкте керек жоқ, сіздерге просто көрсететін боламын. Және бұл жерден видео редактор жазып алмай, осылай да түсіруге болады. Яғни мұны мен Play Mods менюдан, бұны Play Market'тен жазбаймыз. Өзім 100 подписчик еткеніңізде сіздерге бөлісетін боламын. Ал енді видеомызды көрсізбай, біз бастаймыз. Достар, ендігі біз бөлмеміздің нешеу қандай екен көріп аламыз. Міне осындай бір окносымен бар екен. Бұны мен салғанмын, удалып тастап қайтадан салайын дедім. Және мындай бір окносы бар, осындай бөлме бар екен. Потом ұзын, осылай шығатын бар екен. Келесі бізде осындай, және мындай бөлме, және есік. Өте күшті, әдемі үй. Бұл үй қайдасы қоңыр үй ғой. Если сіздерде взлом болса, қоңыр үй бар. Енді біз бірінші мына бөлмені әрнені бөліп алайық. Не істейміз? Бірінші мына бөлме барлығын шештім. Ең соңғы бөлме бұл жатын бөлме. Одан кейін андай туалет, ванна. Одан кейін мынау андай қонақ күтіп отыратын. Одан кейін кухня және коридор. Осымен шештім. Ең бірінші біз жатын бөлмеден бастайық. Достар, бірінші затымыз ол диван. Менде всегда бірде диван болады, так что мен бүгін осы кішкентай бөлмеге кішкентай диван қоям. Кілемді мынандай таңдап қойдым. Келесі ол менде шкафчик, менде бір мынандай таңдағым келіп тұр. Қазір көрсетемін. Мынандай. Шкафтан аяққа қоямыз. Келесі ол бізде бір зат болады. Картинкада менде кухняға болмағандықтан мен бұл жаққа перделетін боламын. Өйткені ашық адам ашық тұрған жерде жатын бөлме болмайды. Сондықтан мен перделем. Достар, мен шкаф тұрған жерге салмадым, перде қоймадым, өйткені ортасы ашық қалады. Ол жерге де апарсақ, тек ұйықтайтын жердікін ғана жабатын боламыз. Ендігі бізде келесі кезекте тағы бір зат аламыз. Достар, бұл жерге картинка қойылмайтын есімнен шығып кетіпті. Яғни бұл жер стекло сондай болғандықтан бұл жерге қойылмайды. Достар, бұл жерге артық зат ілуге болмайды, өйткені енді өздерін біліп тұрғанда стекло, енді гүл, сондай заттарды қоятын боламыз. Достар, мен осылай перделердің артына осында цветочек қойып шықтым. Тағы енді коробка, сумка, сауыт қойып шығатын боламын. Достар, және де мен осындай картинаны мына жерге қоятын боламын. Яғни кір киімдерді салып отырады. Келесі бізде осында 3 сөмкені қойып қойдым. Ол чемодан, біреу мектеп сөмкесі, біреу аны покупка жасағандағы керек зат. Сол бізде люстралар. Бірақ қандай люстра таңдайды ол маған өте қиын. Давайте мынаны көрейік. Жоқ, бұл әдемі сәйкес келмейді жатын бөлмеге. Бұл енді былай қарап тұрғанда жатын бөлме ғой. Бұлай тұрсақ, бұны да басқаларын да көріп көреміз. Достар, мен осыны таңдадым, және әрине ол YouTube түсіретін қыз болғандықтан оған осындай лампа керек. Бұл лампаны біз алып мына жерге қоятын боламыз. Бұны біз мына жерге қоятын боламыз, және қыз өзі YouTube немесе TikTok-ын түсіре алады. Достар, менің осымен бір бөлмені жасадым, өйткені уақыт менде өте аз болғандықтан
осы бөлмені істеп көрдім. Яғни идея керек болса алсаңыздар болады, немесе өз идеяңызды комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Мынаның орнағын ауыстыр, мына кроватьті басқа кроватьқа ауыстыр деген ойларыңызды жазып кетіңіздер. Мен барлығын оларды істейтін боламын, өйткені барлығы сіздер көмектесесіздер. Және мен достар 50 подписчикке жеттім. Оған да бір тырысып істедім, ол сіздердің арқаларыңыз. Енді 100 подписчикке жетіп алайық. 100 подписчик жеткен кезде сіздерге көрсететін боламын. Ал енді осы бөлме істеп болғаннан кейін маған тез мынау туалетке маған немесе басқа бөлмелерге қалай айтсам болады, совет айтыңыздар, пікірлер айтыңыздар. Мынаны былай істейік, туалетке мынаны қояйық, мынау әдемірек деп комментарий жазып, достарыңызбен жіберуді ұмытпаңыздар, оларға Токабока қызық шығар. Сау болыңыздар. Достар, мен бір нәрсені айтуды ұмытып кеттім. Мен бұл жақтан басқа, Токадан басқа каналдан Токабока түсіретін боламын. Ол жерде де түсіріп жүрмін. Қазір Бауырлар деген серия түсіріп жүр. Ол өздеріңіз білесіздер ма, білмейсіздер ма, көріп кетіңіз. Және ол қай канал екенін айтайын. Ол жерде мен анамның арнасынан түсіретін боламын. Ол жерде қызықты тек қана Токабока емес, орыс тіл пәнінен көрсететін болады барлық жұмыстарды. Оның аты мына жерде жазылып кетіп тұр. Сол жерден қарап кетіңіз.